Заттыбектің ақ маржаны. Сержан Әлінің моншақтысы. Нұржан Төлендиевтің ойпырмайы. Бұл әндерсіз той өтпеген қазақта. Аржаққа бармаяқ бергі 5 жылда бұл әуенге билемей тойдан қайтқан қазақ жоқ шығар сірә. Ал қазіргі таңда елімізде Ақылбек Жеменейсіз той өтпейтін болған. Неге? Бұл әннің тойшыл халықты билетпей қоймайтын қандай құдіреті бар? Ақылбектің телефоны тыным таппайды бүгінде. Қарағанды, Шымкент, Атырау, еліміздің түкпір-түкпірінен қырғыздың қызыл өрігін сұрап, Ақылбек Жеменейге күніне 100 тойға шақырту келіп түсер екен. Бір қызығы, бағын ашқан әнді айтуға алғашқыда әншінің беті қызаратын болған. Қазір керісінше. Басында ұялып жүргенмін айтуға. Шыны керек қой әңгіменің, жаңа сендердің бағдарламаларың шындық жөнінде емес пе? Басында ұялып тосын ұялмай кеттік артынан. Үйтетіндей ақ жөні бар әншінің әр тойда кем дегенде 7 рет қойылатын бұл әннен кейін Ақылбектің ставкасы да өскен. $5000 аз ба, көп пе? Соның аяқ бұяғы 3-4-5 ай болып қалды бізге. Тоқтамастан кәдімгідей ондай жаңа графикке негіз үйренбеген, тарс еткізіп мынандай не болды. Сол қазір енді шыдап жүрміз. Ақылбектің тойда хит болып жүргеніне Заттыбек күліп қана қарайды. Қызыл өріктің де басылатын уақытысы болады дейді әнші. Кезінде енді Ақ маржан деген әннің өзінің қазір 5-6 жыл болды шыққанына. Дәл қазір Қызыл өрік сияқты күйде болған. Уақыты келе бұл да бір басылады. Тойдың жұлдызы атанған Заттыбек қаламақысының көлемін айтып, ашыла қоймады. Жауабын саудаласпаймын деп қысқа қайырды. Ал өзге өнер иелері тойдағы қызмет үшін қанша сұрайды? Ол айту міндетті ме? Қалада біз 5000 тұрамыз, шықса 6000 тұрамыз. Негізі доллармен жұмыс жасаған надежнее. Ерлан Орынбасаровтың бір тойға келіп осы әндерін орындап кетуін әнші мынаншаға бағалапты. 1000 ақш доллар деп айтса болады. Алайда бұл қатып қалған баға емес деген ол той иелерінің арасында сөзінде тұрмайтындары бар дейді. Аяғында өтірік масып қалып жаңа ақшаны бергісі келмей. Ставкаңыз қанша болды қазір? Айта алмаймын, оны ойбай көз тиіп қалып жүрер тағы да. Атып кетіп жүрер құрсын. Осыны айта алмаймын енді. Осыны айтамын деп бір таяқ жеген Лұқпан ағадан. Халыққа да бетімді ашып айтайын. Ол қазір $2,5 мен $3,000 көлемінде. Әншілер ашылып айтты ма, ашығын айтты ма бізге белгісіз. Белгілісі той жасаған қазақтардың арасында сауалнама жүргізіп анықтаған ақиқатымыз міне. Атағы Дардай Роза Рымбаева 5 әнді жанды дауыста орындап берген үшін $3000 сұрайды. Ел аузынан түспейтін топ Музарт ансамблін тойға шақыру $5000. Халықтың сүйіктісіне айналған үлкен топтың қаламақысын Қайрат Нұртас жалғыз өзі алады екен $5000. Орда тобы да қалыспай тұр, қызметі қымбаттардан $5000. Қызыл өрікпен бағашылған Ақылбектің қаламақысы $2000-нан $5000 дейін. Қоңырынды Мақсат Базарбаев $1000 ақш долларын қанағат қылам дейді. Ал әнші Айгүл қажет болса кешіңізде жүргізе салатын Иманбаева еңбек ақысын құпия сақтайды екен. Себебі? Мен уже 1 рет емес 3 рет тонап кетті да. Айтпақшы Айгүл Иманбаева бұрынғы күйеуінің қазіргі әйелі Алтынаймен соңғы кезде жиі кездесетін болды. Қазір залға түссеңіз, залда Алтынай Жорабаева отыр. Айгүлдің көрермені Алтынай? Бұрын Бразилияның сериалдарынан көретін едік мұндайды. Мына қошеметті қараңыз. Алтынай тіпті Айгүлге гүл алып келді. Қызы сыйлады. Азаматтарын ардақтаған қосару енді қосылып ән айтпақшы. Олардың бұл қадамын бірінің бұрынғы күйеуі, бірінің қазіргі жары Сәбит те сүйсіне қолдап отыр. Бұл енді әлемнің тарихында болмаған жағдай ғой негізі. Идея жалпы басында менен болған. Кейін екеуі өздері сөйлесіпті. Екі биік дәрежедегі әнші қазақтың екі қызы қосылып концерт беріп жатса, елге әдемі өнерін сыйлап жатса, бұл тек қана жақсылық. Көлік тізгінін ұстап, мұнда не істеп жүр деп ойламаңыздар. Осы темір тұлпарға деген махаббатынан әнші Бүркіт
көлікке қатысты екі бірдей бизнестің қожайыны атанып отыр. Көлік мектебі, көлік жуу мекемесі, өнер мен үшін ең басты жаңағы қаражат табудың көзі. 20 адамды жұмыспен қамтып отырған әнші тіпті екі бизнесінен алған айлық табысынан 2 сағаттық тойлық табысы тәуір екенін айтады. 450 мың, 500 мың теңгеден жоғары. Егер басқа қалаларда болса 700 мыңнан басталды, 600 мың, 700 мыңнан басталды жоғары қарай. Қолаң шашты қиғаш қас қара көз, қазақтың ерке қызымы. Елінің ерке қызы халық әртісі деген атағы тағы бар. Мақпал Жүнісованың қалама қалған кезінен тегін ән айтып қонақ болғаны көп. Бірақ мына тойға әнші қомақты қаражатқа келіп отыр. Халықпен бірге билеп тойдың көркін қыздыратын Мақпал ханым бұл бизнестен бір ғана жағдайда бас тартатынын айтады. Құдай-ау, кішкене аяғым ақсай бастаса кетем ғой. Сахнада ғана емес, тойда да өнерін қатты бағалайтын халықтың мерекесіне Мақпал Жүнісова ханым да бүгін келіп отыр. Сұраныста ие әнші екеніне бүгін біз көзіміз әбден жетіп отыр, себебі Мақпал Жүнісова осымен 3-ші тойға кіріп шығып отыр. Қалай апай, көңіл күйіңіз жақсы ма? Жақсы, құдайға шүкір. Қалай халық жақсы қарсы алды ма? Керемет, керемет. Осылайша терлеп тепшіп аптасына кем дегенде 2-3 рет тойда өнер көрсететін әнші ақ мерседесіне отырып үйіне кетті. Қазақтың ерке қызымын. жылдардағы тойлардан біз ақша жинаған жоқпыз, халықтан бата жинадық. Алтаевтар отбасынан той бизнесінде бір өзі қалған Өктем аға қазақтың тойына қарыздармын дейді. Сахнадан көрінбей кетуінің де басты себебі осы. Эстрадамен қош айтысып тойға келген жоқ. Мен енді тойда асаба деп қарамау керек. Мен өзім тойдың жүргізушісі деп өзім есептеймін. Достарыма, таныстарыма $1000, ал енді шет жаққа $3000, кейде $5000 дейін барады. Қазақтың шоу-бизнесі дамымаған дейміз, солай да шығар. Бірақ қазақтың дүркіреген тойынан еліміздің ғана емес, әлем жұлдыздарының да дәмесі зор. Қазақтың ең керемет қарғысы, Құдай бар болса, жиған терген тойға шаш дейді. Әпкем отырысқа барып 22 рет билеп, Тараздағы әпкем аяғын аламай жатыр, қазір үйінде ауыр. Соған Ақылбекке айтып отырмын, емдетпесең болмайды деп.